Қаз едік қатарышып қаңқылдаған, Сахара көлге қонып саңқылдаған, бір өртке қаудан шыққан душар болып, не қалды тәнімізде шарпылмаған? Алаштың адамының бәрі мәлім, кім қалды таразыға тартылмаған? Қазақ халқының 20 ғасыр басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алашорда үкіметінің мүшесі, бір атына жазылған мың атақтың егері ол Ахмет Байтұрсынұлы. Байтұрсынұлы шығармашылық жұмысын өлең жазудан бастаған. Онда ол еңбекші халықтың ауыр халін, арман тілегін, мұң мұқтажын көрсетіп, жұртшылықты оқуға, білім ғылымға, рухани биіктікке, адамгершілікке, мәдениетті көтеруге, еңбек етуге шақырады. Қоршаған ортаға ойлана, сын көзімен қарайды. Қоғам қалпына көңілі толмайды. Қазақ салты, қазақ қалпы, досыма хат, жиған терген, тілек батам, жауға түскен жан сөзі, бақ, тағы басқа өлеңдерінің мазмұны осыны танытады. Ахмет Байтұрсынұлының жазуын бір ғажабы, өзінің замандастары қазақтардың ортасындағы емес, ғылымдағы замандастарын айтып жатырмын. Түрколог ғалымдар Самойлович деген кісі енді түзетуді қажет етпейтін әліпби деп мойындайды. Ахаң туралы айшықты ойын Мұхтар Әуезов былай білдірді. Бір басында сан салалы өнер тоғысқан, телегей теңіз энциклопедиялық білім иесі, қайшылығы мол тартысты ғұмырында қараңғы қалың елін жарқын болашаққа сүйреуден басқа бақыт бар деп білмеген ірі тұлға, халықтың рухани көсемі.